Баршаңызға сәлем. Бүгін менің парақшамда тегін мастер-класс, яғни шпинатты рулет жасайтын боламыз. Өте әдемі, дастарханыңыздың көркі болып, сәнін келтіретіні сөзсіз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Алдымен шпинатымызды жуып, ыстық суға салып қоямыз. Шпинат кішкене ластау келеді, сондықтан қайнап тұрған суға 5 минутқа салып қоямыз. Осы уақыт аралығында жұмыртқаның ақуызы мен сарыуызын бөліп аламыз. Ыдыстарымыз құрғақ, таза болуы керек. Сарыуыз мүлдем ақуызға түспеуі қажет. Как бисквит және меренговый рулет жасаған сияқты бөліп аламыз. 5 минут өткен соң шпинатымызды суынан сырғытып, үстіне мұздай су құйып, осылай сырғытып аламыз. Ал енді сарыуызға шпинатты, қопсытқышты, ұнымызды салып, блендермен езіп аламыз. Менде осы блендермен езетін болған, бірақ дұрыс езген жоқ, сондықтан басқа ыдысқа салып, осы кәдімгі блендермен езіп алдым. Міне осылай 1 келі масса болғанша жақсылап миксерлейміз. Ал енді ақуызымызды аппақ пена болғанша миксерлеп аламыз. Ыдысымыз құрғақ, миксердің насадкілері де құрғақ, таза болуы керек. Ақуызға жаңадегі шпинатты массамызды салып, 1 келі болғанша араластырамыз, миксерлемейміз. Осылай таяқшаның көмегімен 1 келі масса болғанша араластырамыз. Пергамент қағазын төсеп, массамызды тегістеп жайып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 12 минут 15 минут шамасында пісіріп аламыз. Міндетті түрде пеш қызып тұрған болуы керек. Пісіп алған соң ыстықта екінші пергамент қағазға аударып аламыз. Дәл осылай ыстық күйінде екінші пергамент қағазына аударып алып, дәл сол ыстық күйінде орап қалдырамыз, суығанша. Егер салқын күйінде орасаңыз, біздің коржымыз бөлініп кетуі мүмкін, сондықтан ыстық күйінде орап, кем дегенде 2-3 сағатқа суығанша қалдырамыз. 2-3 сағат өткен соң коржымызды ішін ашып, арасына творожный сыр және семганы салып шығып, видеодағыдай орап аламыз. Ораған кезде мұқият ораймыз. Арасында ауа қалып кетпейтіндей етіп, ортасынан 2 жанына қарай тартып тұрып ораймыз. Сонда біздің рулетіміз 1 келі болып шығады. Яғни кескен кезде бөлініп кетпейді. Дәл осылай кішкене қамыр жайғанда екі шетінен жайлап бастырып 1-2 рет домалатамыз. Дәл осылай орап, кем дегенде 7-8 сағатқа холодильникке қалдырамыз. Морозильникте мұздатуға болмайды. Өзіңіздің қалауыңызша кішкене жіңішкелеу, жуандау етіп кесіп дастарханымызға ұсынсаңыз болады. Өте әдемі, дәмді келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.